Пайғамбарымыздың дүниеге келуі, жер бетін рухани қараңғылық басқан, барша әлем адамзат баласының небір хайуандықтарына куә болып, санасында сәулесі барлардың рухы мен жүрегі қан жылаған заман болған. Адам азып, ел тозған, жақсылықтың жұрнағыда қалмай бара жатқан уақыт. Жер жүзі бақыттың, қуаныш пен шаттықтың бастауы, таухид, яғни бір жаратушыға сенім дегеннен мақұрым еді. Қайда қарасаң да күпір күнә руханиятты әбден көлеңкелеп тастаған. Әркім әр нәрсеге табынып, болар болмастың бәрін қолдан Тәңірге жаратушыға айналдырған. Ақиқат билеушісін, шын жаратушысын іздеп, аласұрған көңілдер медет іздеп жанталасуда еді. Адамдар надандықтың шегіне жеткен сонша зұлымдық пен күпір батпағы қалыпты жағдайға айналған. Күштінің әлсізге әлімжеттігі, дәрменсіздің жапа шегуі ешкімде де елеңдетпейді. Күллі әлем қайғыға шомып, қасірет толы көңілдер уайымға берілген. Ақыл мен сананы, рух пен жүректі рухани қыспаққа алған күпіршіліктің, көп құдайлықтың бұлайша жалғаса беруі мүмкін еместі. Құдіретті күшті Алла тағаланың пенделерінің ары қарай надандыққа, мұң шерге шыдай беруіне өз тарапынан медет жібермей қалмасы шындық еді. Өйткені ол қайырымдылардың қайырымдысы, ең мейірімді жаратушы еді. Алла осынау тұманды сейілту үшін рахымдылығының дәлелі ретінде ұлы тұлғаны Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи саламды дүниеге жолдамақ болады. Дүниенің рухани кейпін өз нұрымен сәулендіріп, адамзатқа пері мен періштеге бүкіл болмысқа мәңгілі бақыттың жолын көрсететін жол бастаушының келер күні таяған еді. Әлем үлкен ізетпен өз сұлтаны тағатсыздана күтуде. Жаратылыстағы әрбір зат өздеріне тән тілімен, әрекетімен теңдессіз тұлғаға қош келдің деуге дайындалып шаттанып тұрады. Милади 571 жыл сәуірдің 20-сы Рабиғул әуел айыларының бойынша айының 12-ші түні. Піл оқиғасынан кейін арада 50-55 күн өткен. Меккенің қарапайым отауларының бірі дүйсенбінің таңғы атуға жақын сәресі уақытта осы қарапайым ғана үйде құтты сәтті жалғанда жалғыз рет болатын қайталанбас керемет оқиға жүзеге асты. Екі дүниенің сұлтаны Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи салам дүниеге есігін ашты. Сол мезеттен бастап бүкіл әлем бұған дейінгі қайғы қасіретін ұмытып шаттыққа кенелді. Қараңғылық түндігі сыпырлап айнала нұрға бөленді. Бар дүние ерекше толқыныспен дін сұлтаны көзін ашып өмірге нұрға толды. Бар дүние көңілдер деп тебіренді. Жер жүзінде бір анаға бұйырмаған ұлы құрмет иесі атанған әзіз ана Әмина бақытты сатын былайша баяндайды. Жүктілігімнің 6-шы айын едім. Түсімде бір кісі: «Ей Әмина, сен әлемге қайыр береке әкелетін сәбидің анасы боласың. Атын Мұхаммед деп қойғайсың. Бұл құпияны ешкімге тыс шығарып айтушы болма», деп ғайып болғанды. Сөйтіп жүрегінде босанатын уақытымда келді. Қайын атам Абдымүталып Қағбаны тауып етуге кеткен. Үйде отырғанмын. Құлағыма бір түрлі дауыс жетті. Қорыққаннан не істерімді білмей сасып қалдым. Дәл сол сәтте бірақ құс пайда болды. Ұшып қасыма келді де қанатымен арқамнан қақты. Сол-ақ екен, қорқынышым сейіліп сала берді. Айналама көз жібергенімде ақ кесемен ұсынылған шәрбетті көрдім. Қолыма алып іштім. Жаным мен тәнім нұрға бөленген сезіндім. Сонан соң Мұхаммед өмірге келді. Пайғамбарымыздың бір ерекшелігі арқасындай екі жауырынның арасында дәл жүрек тұсында нәбилік пайғамбардың мөрі, яғни хатым нұбуәт бар еді.
қызғылт түсті үстіне қыл өскен менің үлкендігі кекілік жұмыртқасындай болған. Бұл белгі ардақты пайғамбарымыздың көптен күтілген соңғы пайғамбар екендігінің тағы бір дәлелі еді. Дүниенің сұлтаны пайғамбарымыз туылған сәтте атасы Әбдімұтталып Қағбаның жанында Құрайыштың ақсақалдарымен бірге әңгіме дүкен құрып отырған. Сүйінші хабар оған да жетті. Әбдімұтталыптың қуанышы қойнына сыймай үйіне қалай жеткенін де аңғармады. Торсық шекен немересінің құшағына ала салып емірене айналды. Әлден уақыттан соң немересін ұлы Әбу Талипке ұстатып тұрып, осы баланы саған аманат еттім. Осы ұлымның мәртебесі биік ерекше құрметке бөленетін жан болады деді. Шаранағы ат қой құрметті атасына берілді. Атасы ойланбастан Мұхаммед болсын деді. Арабтар жаңа туған сәбиге ата-бабаларының атын қою рәсімі ежелден бар. Көпшіліктің неге аталарымыздың бірінің атын қоймадың деген сауалына атасы, ұлымның өмірінің ғибараты да баянды болып, Алла тарапынан да, адамда тарапынан да мақтауға лайық болғанын қалаймын деп жауап береді. Мұхаммед арабша мақтаулы дегенді білдіреді. Шынында Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи салам Алланың барша адамзат баласының тіпті періштелердің мақтауына ие болған бұл дүниедегі жалғыз адам. Өйткені ол осыншама мақтанға, марапатқа, құрметке лайық жан. Моншалықты мадаққа терең иманы, Алла жолындағы ынты ықыласы мен жоғары әсемде көркем мінезі құлқы арқылы қол жеткізді. Бұл мәселеде оған теңдесетін ешкім болған емес, болмайды да. Видео ұнаса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Алдағы уақытта Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның өмірбайын толықтап айтып өтетін боламын.